Сәлем. Бұл менің өмірді қалай жақсартуға болатын гайдым. Бұл ең жақсы жол емес, ең күшті де емес, бұл инструкция да емес. Бұл менің өзімнің өмірімде қолданатын қағидаларым, өмірімді жақсырақ ету үшін. Біріншісі, сен өзіңді ешкіммен салыстырма. Өйткені сенен мықты әрқашан адам табылады. Кез келген жақтан да. Американский интернетте прикол бар. Сен неден қаншалықты мықты болсаң да, сенде мықты бір китаец табылады деген. Сол сияқты сенен мықты адам әрқашан бар. Ал егер салыстырғың келсе, сен өзіңді тек өзіңмен салыстыруың керек. Өткен өзіңмен салыстырасың. Сен өзіңнің қаншалықты өскеніңді, прогрессияңды білетін боласың. Ал сен өзіңді ұмытып қалмас үшін, және де өзіңнің шын мәнінде қандай екеніңді білу үшін, сен өзіңді сол белгілі бір уақытта, мына уақыт болса, осы уақытта өзің бір суретіңді сақтап қою керек. Суретіңнен өзіңді бір сақтауың керек қой, өзіңді белгілі бір уақытта. Өткен соң қарай алатын. Оған, мысалы, сен дәл қазір қарай алатын зат ол сурет. Сен өзіңнің ескі суреттеріңе қарап, мен осындай болыппын ғой деп есіңе түсіре аласың. Немесе одан кейін видео жазсаң болады. Мысалға, мен осы видеоны 5 жылдан соң көріп отырып, мен осындай болыппын ғой, мынандай екен деп ойлай аламын. Видеомен болашақтағы өзіңе хат жазсаң болады. Ең жақсы ол күнделік жазу. Ешқандай сен анау қажеті жоқ. Бір дәптерді аласың, немесе телефондағы блокнотқа күнде кешке не қолың босаған уақытта бүгін не істедің, не ойладың, соны жазып отырасың. Ол сен қазір жазғанда қатты әсер етпейді, бірақ уақыт өткен соң сен олардың бәрін байқай бастайсың. Сен өзіңнің қалай өзгергеніңді, қай жаққа өзгергеніңді, сол уақытта сені не алаңдатты, соның бәрін білетін боласың. Және сен бір затты жазып, бақылап отқанда өзің туралы көп білесің. Ақшаны да егер сен қайда құртқанын жазсаң, ақшаны дұрысырақ құртатын боласың ғой. Сол сияқты. Және ақшаны қалай құртатынын жазып тұру керек. Екіншісі, сен өзіңнің құндылықтарын табуың керек. Табуың дегенде ол сен сразу іздеп мынау деп ала салу емес. Осылай өмір сүре келе жатып, өмірден сабақ аласың. Саған бір заттар маңызды болады. Солардың бәрін жинап, өзіңе бір ережелер жазып қойсаң болады. Сен егер өзің қатты өзіңе баға бергің келіп жатса, сол қағидаларыңмен, құндылықтарыңмен баға бере аласың. Ол әр адамда өзінікі, әртүрлі өзі жасаған өзіне болады. Мысалға, сен үшін денсаулығың маңызды болуы мүмкін, спортың маңызды болуы мүмкін, отбасың маңызды болуы мүмкін, қарым-қатынастар, оқуың, өсуің, тағы сол сияқты заттар көп. Мысалға, саған тағы да сол отаның маңызды болуы мүмкін. Сен сол өзіңнің құндылықтарыңды табасың, және сол құндылықтарыңмен ары қарай бір құндылықтарыңды шолпан жұлдызы қылып аспанға қоясың да соған қарай жүре бересің. Ол ешқашан да өзгермейді деген сөз емес. Сен өскен сайын адам өзгереді, сен құндылықтарың да өзгереді. Ол да сенің өскеніңнің бір белгісі болады. Үшіншісі, әрқашан өсу керек. Бүгінгі сен ертеңгі өзіңе қарағанда жақсырақ болу керек. Қай жағынан болсын бәрібір, бірақ адам уақыт өте прогрессия жасау керек. Бір орында тұрып қалуға болмайды. Адам бірден былай тек жоғары кете беру мүмкін емес. Ода төмен түсесің, жоғары шығасың. Криптовалютаның графигі сияқты. Ол спад түседі, көтеріледі, түседі, көтеріледі. Маңыздысы общий бағыты. Егер сен солай жоғары көтеріле беретін болсаң, өзіңді 2 жылдан соң қаншалықты өскеніңді байқайсың. Былай айтайық, егер сен күніне 1%-ға жақсарып отырсаң, сен 1 жылдан соң қанша мында 300-400%-ға 1 жылда өсесің. Ал егер сен күніне 1%-ға нашарлап отырсаң, 1 жылдан соң 0 боласың. Және де тағы да
маңызды зат. Сенің сыртқы келбетің, ойың, ортаң сенің ішкі дүниеңе әсер етпейтіндей қылып жақсы болу керек. Сен сыртқы жағдайлар сені төменге тартпай жоғары көтеру керек. Ол үшін сен таза жүруің керек, бөлмең таза болу керек, мен сияқты емес. Сабақтан жаңа келдім мен. Әдемі киінуің керек. Сонда өзің сырт денең өз көрген болғандықтан сенде сәл көтеріп тұрады. Көтермесе де төмен түсірмейтін болады. Спортпен айналысу керек, өзіңді жақсы сезінесің. Жаңа зат үйрену керек. Болды, осымен бітті. Goodbye, bye bye, my boy.